Қазір цифрландыру үрдісі асқан жылдамдықпен қарқын алып келеді. Бүгінде бизнесте сатып алу процесін сараптау, тіркеу және жоспарлау барысында тауарлар әрі жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығына жиі жүгінетін болған. Мұны бірнеше жыл бойы Самұрық-қазына компаниялар тобымен мемлекеттік мекемелер және квази-мемлекеттік сектор қолдану үстінде. Аталған жүктеуіш пен жұмыс істеудің ерекшеліктерін сала мамандары лайфхак бағдарламасында кеңінен айтып береді. Тауарлар мен жұмыстар және көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығын құру мақсаты, бірінші мақсаты, ол сату процесінің қатысушыларына осындай тізбені, жеке коды бар және оның оған тән сипаттамасы бар тізбені ұсыну болды. Бірде-бір қолданыста жүрген анықтамалық немесе классификатор толық мәнде біздің сұраныстарға жауап берген жоқ. Сондықтан осындай тізбені жасау идеясы пайда болды. Бұл жерде біз жаңадан код жасаған кезде тауардың маркаларын көрсетілмейді. Өйткені марканы көрсету тек қана нормативті құжаттарда болса ғана көрсетіледі, яғни мемлекеттік және ұлттық мемлекет аралық стандарттарда көрсетілсе ғана. Бұл әдетте құрылыс саласындағы тауарларға қатысты. Бұл жерде марка деген ұғым көбінесе тауардың сапалық көрсеткіштеріне қатысты болады. Қазіргі таңда анықтамалыққа Қазагро, Бәйтерек холдингтері және жер қойнауын пайдаланушыларда көшіп жатыр. Бірыңғай номенклатуралық анықтамалық тауарлардың сипаттамасы келтірілген нақты базасы бар мемлекет аралық және ұлттық стандарттар негізінде жасалады. Олар өз кезегінде өндірісті стандарттау индикаторы болып табылады. Оның үстіне бұл еліміздегі тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тиімді анықтамалығы саналады. Бүгінде 55 мыңнан астам кодты қамтып отыр. Біздің еңістіру жүйесінде қалай жұмыс істейміз? Іздеу алаңына өзіңізге қажет болған тауардың немесе заттың атауын енгізесіз. Бұл жерде басты мақсат, негізгі шарт түбір сөзді ғана енгізу керек, жалғаусыз. Егер жалғауды енгізетін болсаңыз, онда жүйеде іздеген тауарын таппай қалады. Мысалы, трактор деп енгізетін болсақ, трактордың әртүрлі түрлерін сізге жүйе ұсынып тұрады. Соның ішінен тізімнен қалаған тауарды таңдап әрі қарай жұмыс істей берсеңіз болады. Айта кету керек, анықтамалық экономикалық қызмет түрлерінің жіктеуіші негізінде жасақталған. Ол тауарлар, жұмыстар мен қызметтер атауы мен сипаттамасын қамтитын 15 саннан тұрады. Біздің анықтамалық 15 санды цифрлық кодтан тауар, жұмыс немесе көрсетілетін қызметтің атауы және оның сипаттамасынан тұрады. Анықтамалық КПВ жіктеуіш негізінде жасалған. Біздің анықтамалықтың 6 цифры осы жіктеуішпен сәйкес келеді, ал 9 цифры ведомство аралық жіктеуіштерге сәйкес келеді. Соңғы 6 цифры біздің жүйеде қалыптасады. Көптеген мемлекеттік базалар, тауарлар бойынша реестрлар, сертификаттар осы сыртқы іштер ТНВ дейміз ғой, сол жіктеуіш арқылы негізінде құрылған. Яғни осы біздің анықтамалыққа көшкен жағдайда осы екі анықтамалық пен осы жіктеуіштің арасындағы байланыс бар ма деген сұрақтар көп туындайды. Бұл кезде бұл енді негізі екеуінің арасында ешқандай байланыс жоқ. Бірақ та біз осыны түсіне тұра былтыр сәйкестіру жұмысын жүргізіп, қазіргі таңда біздің жүйеде осы сәйкестікті сіз көре аласыз. Жалпы анықтамалық ақпараттық жүйеде орналасқан әр тұтынушы сол арқылы өзіне керек кодтарды жеңіл әрі тез тауып алады. Бүгінде бұл тізбе нарықта өндірістердің тауарлар мен қызмет түрлерінің көбеюіне байланысты апта сайын кеңейіп отырады. Жаңа кодты бекіту үшін қолданушылар ақпараттық жүйеде өтініш жолдаса жеткілікті. Айта кетейік, оны алдағы уақытта кез келген азамат қолдана алады. Осы кодты жаңадан жасаушы ғана қолданады деген бір пікір пайда болды. Негізі ол дұрыс емес, өйткені әр кодты бұрыннан келе жатқан, не болмаса жаңадан шығарылған кодты тұтынушылар тегін қолдануға болады.
Тауарлар әрі жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы елдегі ең ыңғайлы әрі ауқымы кең жіктеуіш. Ол сатып алынатын тауарлар, жұмыстар мен қызметтер базасын біріздендіруге мүмкіндік берді. Тапсырыс берушілер мен тасымалдаушылардың күдігін сейілтті. Бұл сайып келгенде сатып алудың ашықтығы мен тиімділігін арттыра түседі. Сонымен қатар анықтамалық көптеген бағыт бойынша сатып алу процесіне сараптама жүргізуде таптырмас құрал ретінде таныта білді. Егер де сұрақтарыңыз болса, онда Самұрық-Қазына контракт сарапшылары сізге лайфхакпен көмектесуге дайын.